Қайырлы кеш, Жазира Бикеш. Қайырлы кеш. Сізден сұхбат алатыныма қуаныштымын. Менің аты жөнім Оспанов Жанболат. Замандастық интеллектуалды элиталар одағы алтын сапалық Бикештен сұхбат алатыныма қуаныштымын. Рахмет, мен де. Шамалы адамда кіріп алған күтеміз бе, әлде бастай береміз бе? Бәрібір сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасай берейік. Бірінші сұхбат басталмас бұрын сіз сұхбаттан не күтесіз? Қандай сұрақтарыңыз? Тек қызықты сұхбат болады деп ойлаймын. Аса бір нәрсе, үлкен нәрсе күтемін деп айтпаймын. Просто өзіме қызық болды, сұхбат вообще қалай процесс жүреді екендігін. Сол қызық нәрсе, мен ожидать еткен нәрсе болады деп ойлаймын. Ну, не ожидать еткен пока что білмеймін, просто бір ощущениялар шығар. Жақсы. Сұрақты қайсынан бастаймыз? Клуб, жеке өмір, немесе пікірсайыс? Бәрібір, по идее, маған вообще без разницы. Жақсы. Жазира Бикештің өмір принциптері қандай? Принцип деп айта алмаймын, бірақ барлық кездерде, барлық ситуацияларда, барлық моменттерде всегда шекараның болғандығын қалаймын. Вообще, мен үшін граница деген ол өте андай маңызды нәрсе. Любой нәрсенің границасы бар деп ойлаймын. И всегда сол границалардың сақталғандығын қалаймын. Сіз жазбаңызда оқыдым да, адамдарға көп сене бермейсіз, иә? Сене бермеймін дегенде сенуім қиын. Бірден ашылып кетіп, сенім білдіруім қиын. Ол былай, бір адам маған, например, бір 40%, 50% сенетін болса, типа өзіне ашылып, доверять ететін болса, мен соның жартысындағыдай көлемде ғана ашыла аламын. Жақсы. Жазира Бикештің өмірден жеңгені көп пе, жеңілгені көп пе? Жеңгені шығар деп ойлаймын. Өйткені ол андай жарыстардағы жеңістер емес. Ол вообще менің существованиемнің өзі ол жеңіс деп ойлаймын. И из-за этого каждый шагтардың барлығы, менің каждый күндерімнің барлығы ол жеңіс болып есептелінеді. Сіздің мектеп бітіргеніңізде 5 жыл болды, иә? Шамамен. Шамамен 5 жыл болды. 11-ші класс оқитын Жазира Бикеш алдыңызға келсе, қандай ақыл айтар едіңіз? Казгуге түскен кезде алтын сапаға бар деп айтатын едім. Но негізі бірақ екінші курсымда барғаныма да өкінбеймін. Сол үшін ештеме айтпайтын едім, тура сондай болғандығы нормально болатын еді 11-ші класста да и қазір де. Жақсы. Қазіргі қоғамда ер мен әйелдің арасында тең құқылық деген нәрсе бар, яғни феминизм көзқарас. Феминизмге деген көзқарасыңыз қандай? Осындай сұрақ болған маған негізі. Феминизмге көзқарасым негізгі шынайы феминизмді қолдаймын, который шын анықтамасындағы феминизмді қолдаймын деп айта аламын. То есть ол просто так керек емес, орны жоқ жерлерде өздерінің құқықтарын талап ететін емес, керек жерде, қажет жерде негізгі әділдікті талап ететін, теңдікті емес, әділдікті талап ететін феминизмді қолдаймын. Жақсы. Енді пікірсайыс турасына ауысайық. Пікірсайыстағы қыздарға байланысты. Пікірсайыс қыздардың ойыны емес деген кейбір қаңқу сөздері бар. Соған қатысты ойыңыз? Мен ойламаймын, вообще пікірсайыста определенно мыналарға орын бар, мыналарға орын жоқ деп айта алатындағыдай. Потому что ол жақта адамдардың мнениясын, то есть пікірдің сайысы болғандықтан, ол разница жоқ сияқты, ол қыздың пікірі болсын, ол ұлдың пікірі болсын, ол просто нормальный стоящий пікір болса, сол да жететін сияқты. Жазира Бикеш пікірсайысқа неге кеш келді? Ол просто менің типа мини принциптарымның кесірінен болған. Негізі мен университетке түскен кезде бірінші курста ешқандай ұйымға кірмеймін. Жас отанға кірем деп ойлағам. Типа нормально бір нәрсемен айналысатын ұйымға кіргім келген. Ол біздің Казгуда жас отан тоже онша емес екендігін естідім да, сосын басқа ұйымдарға мүлдем қызықпадым. И пікірсайыс туралы білмедім, что біздің алтын сапа бар екендігін, Казгуда дебат бар екендігін. Кейін екінші курста ғана білдім.
и содан кейін барып кастингтен өтіп алтын сапаға кірдім. Жақсы. Қайран 1,4 деген жаңа сообщение келіп жатыр. Біздің зерттеуіміз бойынша сіз UIB турнирінен бастап жеңіске жете бастағансыз, иә? Жоқ. Қателеспесем. Ең бірінші кубогымды ол мен технократтың политехта болған Аял Алахан деген турнирден алған болатын. Содан кейін бастадым. Жақсы. Кубоктар, иә. Неге Қайран 1,4 деген жаңа сообщение келіп жатыр? Соған анықтама бере кетсеңіз. Ол мен 3-ші курсым кезінде, то есть дебатқа келгеніме 2 жылы, дебатта жүргеніме 2 жылы, 2 жыл бойы мен қатысқан барлық то есть мен бүкіл турнирлерге қатыстым, Алматыда болған барлық турнирге қатыстым, 1-2-не ғана қатыспаған шығар. Солардың барлығында 1,4-тен түсіп кете беретінмін всегда. Ол прям заңдылық болған. Мен келем, бүкіл ойында ұтып келеміз, и именно 1,4-ке келгенде мен ұтылып қалам. Қасымдағы әріптесім ауысса да ұтылып қалам. Ол вне зависимости болды, тек мен болсам болды, и ана жақта 1,4-тен всегда ұтылу процесі жүзеге асатын. Мен тек қана 1,4-тің қарарына дайындалып келсем де, мен сол 1,4-те ұтылып қалатын. И сол үшін 1,4-тің королевасы деген мини атақ берген сол жылдар маған. Ол атаққа қуанасыз? Қазір ол кезде қуанбадым, конечно, но қазір қуанам. Хотя бы сондай, этаптардан өткеннен кейін ғана ең бірінші алған кубок мен үшін қатты қымбат болды. Если бы ондай этаптардың барлығын өтпеген кезде, может, маған ол нәрселердің бәрі құнды болмай қалатын бе. Жақсы. Аға буындардан кімдерді мықты деп айта аласыз? Аға буындардан ба? Сізге аға буын болған адамдарды. Өзімнің негізі любой клубқа жас буын келген кезде, ол жас буын үшін всегда оның клубындағы аға буындар всегда number one болады, всегда олар ең мықты пікірсайысшылар болып есептелінеді. Сол үшін мен де келген кезде мен үшін біздің аға буындарымыз, алтын сапаның аға буындары, то есть Нұртуған мырза, Аян мырза, Динара ханым, Қалбек мырза, сол кісілер мен үшін ең негізгі пікірсайысшылар болатын. И мен қатты қуанамын, то что мен алтын сападамын, и менің мнением 1 жылдан кейін де, 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін де ауысқан жоқ, потому что ол кісілер ол кездерде де ең үздік пікірсайысшылар болып қалды. Қазіргі пікірсайыс пен бұрынғы пікірсайыстың айырмашылығы қандай? Прям особо айырмашылық жоқ деп ойлаймын. Тек адамдар ғана ауысып жатыр, кетіп жатыр, келіп жатыр деген сияқты. Андай типа вот пікірсайыстың деңгейі түсіп кетті, бір бәле деген нәрселер маған ұнамайды. Өйткені әрбір пікірсайыстың кезеңінің өзінің атмосферасы болады, өзінің адамдары болады, өзінің андай қызықтары, бір нәрселер болады. И үлкен аға буындардың төменгілердің атмосферасына кіре алмау, төменгілердің үлкендердің атмосферасына кіре алмау не означает, что ол жақта жаман. Ол жақта да жақсы, просто біз ол жақтардың атмосферасына кіре алмай жатырмыз бір-біріміздің, и сол жағынан ғана. А так разница жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Сіз мойындайтын топ 7 спикер, бұрынғы және қазіргі? Нұртуған мырза, Аян мырза, Қалбек мырза, Динара ханым, Нұрсұлтан Нұрсипат, сосын ТО-да Төлеген Ахметов деген ТО-ның аға буыны болған сол кісі. Нұрбосын мырза бар, Зиялы Қазақтан. Айжан ханым, неше болды өзі? Неше болды дейміз. Сол кісілер. Қазір неге Жазира Бикеш мықты ғана спикерлермен бірге ойнайды? Қазір ма? Ол мысалы Нұрдәулет болсын, Дастан болсын, Архат. Нұрдәулет. Осы последний жылы ойнауым, ол мен просто осы жылы кейбір адамдарға уәде берген болатын бірге турнирлерге қатысамын деп. Сол себепті қатыстым ол турнирлерге. Ал оған дейінгі әріптестерім негізі Дастан мырзамен тоже біз келіскенбіз ойнауға. Білмеймін, особо андай несі жоқ оның, определенно вот тек қана мықты кісілермен бірге ойнаймын, вот сондай деген сияқты. Көбінде мен өзім тұрақты әріптесім бар, білесіздер ғой, вот сонымен бірге ойнаймын, Нұрдәулетпен бірге. Біз бірінші рет бірінші кубогымызды алдық,
и дальше барлық көп ұтқан кубоктарымның барлығы сол Нұрдәулетпен бірге болған. И біз бір деңгейде бастадық деп айта аламын. И сол себепті бір деңгеймен бірге көтерілдік дальше. Фракция атауы Дулат. Не себептен? Өйткені екеуміз де Дулатпыз. То есть руымыз Дулат, оларыз Дулатпыз. Соған просто Дулат деп қойғанбыз. Енді ашығына келетін болса, командада шынайы лидер кім? Нұрдәулет. Нұрдәулет лидер, а? Иә, всегда лидер болады. Жақсы, айта беріңіз. Ол лидер болып, ол жақсы лидер. Екеуміз команда болған кезде барлық ойындарда лидер ретінде маған қарағанда ол жақсы алып шығады. Сол себепті ойын барлық ойындарда ол лидер. Келесі сұрақ мынадай. Нұрдәулеттің танымал болуына Жазираның ықпалы жоғары болды ма? Әлде керісінше ме? Теңдей болған сияқты, біз бірдей айттым ғой, бірдей бастадық, бірдей келдік. То есть бір буын болып есептелінеміз. Мен бір курс жоғары болғанымен, и бірдей деңгейде бастағандықтан біз андай бөлек спикерлар болып танылмадық, Дулат фракциясы болып танылдық. И сол себепті тең деп айта аламын. Бір-бірімізге әсеріміз ол жағынан. Жақсы. Көп адамға қызық болуы мүмкін. Жазира Бикеш қасылыққа жақсы, негізі. Қасылыққа мықты тақырыптарға дайындалуы деген нәрсе. Жазира Бикеш қалай дайындалады? Бұрында негізі бірінші курс, бірінші жас буынның болған жылдарымызда, одан кейінгі жылдары қарарлар шыққан кезде мен просто оқи беретін. Тек сол қарарға байланысты ақпараттардың барлығын интернеттен аламын да оқи берем. Статьялардың барлығын оқи берем. Кейін солардан қорытып, кішкене бөліктерге бөлем. Сосын Нұрдәулет аргументтер дайындап береді. Соның астына мен өзімнің оқып келген дүниелерімді енгіземін. И сонымен бізде кейс шығады. Одан кейінгі жылдары, осы жылы, осыны алдыңғы жыл кішкене онша прям бірінші, екінші курстағыдай қатты дайындалдым деп айта алмаймын. Ол кездерде кітаптар оқитын, сосын Википедияда мысалы бір қарар Иран, Израиль сияқты сондай сияқты қарарлар болатын болса, бірінші солар туралы оқып аламын, кейін солардың барлығын тарихын оқып шығатын. Иранның бүкіл тарихын, Израильдің барлық тарихын, одан кіре береді, и Википедияда тұрады ғой, например, сөздер көк цветпен жанып тұрады, сен оған кіре аласың да дальше, анықтамасы бар. И мен солай түсінбеген, білмейтін заттарым ішіне кіре беретін, и солай дальше продолжаться ете беретін. И солай кішкене база қалыптасты деп айта аламын. Қазір сіз өнерге түріңізге сеніп барасыз? Сеніп барам деп прям уверенно соған сеніп барам деп айта алмаймын, өйткені бізде сіздер білесіздер, что Алматыда апта сайын турнирлер болады. И бізде үлкен аға буындар ойнап жүрген әлі жеткілікті. Сол себепті біз ондай үлкен емес, біз негізі қазір үлкен болып көрінуіміз, үлкен болып есептелінгенімізбен, бізден үлкендер балалы болғандықтан, той сондай авторитет түр жағынан қатты әсер ету шансы өте аздау. Но бірақ оның әсері бар деп айта аламын. Мойындай аламын, что іріктеу ойындарында, спикерский балдар кезінде, басқасында ондай моменттер болады, когда мен танитын болғандықтан маған жақсы балдар қойып беретін ситуациялар деп ойлаймын. Жақсы. Дебатта сіздер Нұрдәулет екеуіңіз немесе басқа спикерлермен көп жеңіске жетіп жүрсіздер. Жеңген жүлде қоры кімге көбірек кетеді? Қалай? Бөліскен кезде. Тең-тең бөлеміз, 50-50, барлық ситуацияда 50-50 бөлеміз. Жақсы. Жазира Бикеш алтын сапаға қандай жаңашылдық әкелді? Негізі алтын сапаға менің әкелгеніме қарағанда, алтын сапа маған берген заттар өте көп болды. Өте көп, прям айта алмаймын. Көп нәрсені менің өмірімде өзгерте алды деп айта аламын. Именно алтын сапа, вот пікірсайыс, алтын сапа. Мен бере алдым деп айта аламын. Прям нық Жазира деген спикер қылды, алтын сапаға бере алдым деп айта аламын. Одан артық ештеме айта алмаймын. Басқа ештеңе жоқ,
ондай бір керемет бір нәрсе бере алдым деп айта аламын. Біз просто бізге дейінгі аға буындардың берген заттарын сақтап отырдық и соны продолжать етуге тырыстық. Соны келесі жас буындарға үйретуге тырыстық. Олар үйренді деп те айта аламын. Бізден кейінгі жас буындар и бізден кейінгі қалып алтын сапаны дальше көтере алатын адамдарды да кішкене қалыптастырып беруге ықпалымыз тиді деп айта аламын. Жақсы. Алтын сапа клубының ішкі мәдениеті қандай? Алдында Нұртуған мырзадан сұраған кезде ол әр адам өзі үшін ойнайды деген болатын. Сіздің ойыңызша қандай? Негізі бізде сондай, біз бізде алтын сапа бір отбасы деген сияқты ондай нәрселердің барлығы бар. Но вот ойынға келген кезде біз бірге дайындаламыз, бірге талқылаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз, но шынымен де жекелей спикерлар жақсы дамыған бізде алтын сапада. Бізде жаңа мен айтып өткендей шектеулер бар, но барлық шектеулердің барлығы орынды деңгейде болады. То есть қатты демократия емес, но қатты тоталитаризм, диктатура да емес. Барлығы жеткілікті мерасында деп айта аламын мәдениеті бойынша. Алматы пікірсайысы бойынша ең үздік клуб қай клуб? Алтын сападан тыс. Ең үздік. Ол менің әшейін просто оценкам бойынша болу керек па? Ол андай ойыншыларына басқасына байланысты емес, но маған ауэстің ауэс энергодебат клубының атмосферасын айтты. Адамдары тоже оларда бір басқашалау, бір клубтардың атмосферасы ерекшелеу. Мен қызығам. Маған сол клуб үздіктеу деп есептеймін, но ол критерийлар андай ойыншылық басқаша деңгейде емес, клубтың деңгейінде ауэс энерго. Сізден сұхбат алайдан бұрын Нұрдәулет мырзадан сіз туралы сұраған болатынбыз. Ойын кезінде ашуланып кетеді деген нәрсе айтқан болатын. Агрессивный сөзі. Бір нәрсе ұнамаса, мен оны обязательно айтам, ұнамайды деп. Онымен білдірем агрессиямен, басқасымен. И ойынның кезінде ол өте көп болады. Мен возмущаться ету процесім, ол агрессия болып есептеніп кетеді негізі. Узбекалиев Кенбай деген сізге жақсы таныс есім, сол мырза бүгін біз сізге сұрақ қоя алдында мынадай сұрақ жазып жіберген: бокс па әлде би ма деген. Бокс қой. Неге бокс? Негізі мен 3 ай бокспен айналысқам. Сол үшін ол солай жазған шығар. 3-ші курсымда қатысқан болатын боксқа. Бокс, жаңа айттым ғой, тез ашуланып кетемін, ашуға берілемін деп. И вот сол бокста соның барлығын шығаруға болады, просто грушаны ұру арқылы. И ол көмектеседі шынымен де. Пікірсайыста ашуланып кетіп соғып жіберетіні жоқ па? Жоқ. Мен пікірсайыста жынданған кезде жынды шығаратын өзі зат бар, определенный. Ол Бонаква деген 0,5 су бар, соның баклажкасы. Жақсы. Келесі сұрақ бойынша жүрек жылуының ПДФ кубогы ма әлде аялы алақанның ба? Жүрек жылуының ПДФ-і? Жүрек жылуы? Жүрек жылуының ПДФ кубогы. Сіз қатып қалдыңыз негізі. Сіз қатып қалдыңыз, ойдым. Мен де солай болып тұр. Мен де сіз қатып жатсыз. Қайталап жіберсеңіз жауабыңызды. Жүрек жылуының ПДФ кубогы. Жақсы. Чигу Кап
өнерінің алғашқы чемпионысыздар, иә. Иә, біз тигудің алғашқы чемпионымыз. Мен ол ойынды көргем. Тарихта қалу деген нәрсені қалай түсінесіз? Тарихта қалу, менің ойымша, определенный бір период кезеңдерде, сол кезеңде ең силы бола білген адамдар тарихта қала алады деп ойлаймын. Жаман заттар істеген адамдар да қалады ғой, но олардың тарихта қалу уақыты өте аз болатын сияқты. А вот сол кезеңде адамдарға силы болған адамды мен тарихта қалған адам деп есептей аламын. Жақсы. Қазіргі таңда қазақ пікірсайысы бойынша пікірсайыс астанасы қай қала? Нұр Сұлтан қаласы немесе Алматы? Менің ойымша Алматы қаласы. Өйткені Нұр Сұлтан қаласы, иә, қазір андай ол кісілерде апасы бар, сондай үлкен нелер құрып жатыр ғой. Но дегенмен батысқа баратын, Шымкент, Тараз, оңтүстік аймақтардың барлығына баратын ол Алматының пікірсайысшылары, и сол қалалармен де коммуникацияны Алматы қаласы жасап жатыр деп ойлаймын. Сол себепті даже Астанаға да барып жатырған Алматы қаласы, и жоғарғы солтүстіктегі қалаларға да барып жатыр алматылықтар. Сол үшін Алматы ол орталық сияқты, менің ойымша, Астанаға қарағанда. Жақсы. Біз білеміз, Алматы мен Астананың пікірсайысшыларының басы піспейді. Сондай дейді. Мен Астанаға барып ойнап көрмеппін. И ол процесске, олардың бас піспеу процессіне араласпаппын. Ол біз келген кезде болып жатырған, иә, ол туралы білемін. Пікірсайыстың құндылығы достық. Бұл нәрсе бүгінгі күні қаншалық деңгейде жүзеге асып жатыр? Вообще, менің ойымша, пікірсайыстың құндылығы, иә, достық, ол қатты құндылық деп ойламаймын. Сол үшін ол жүзеге асу, аспау қазір мен үшін ондай прям андай зат емес. Менің ойымша, мен жеке пікіріммен, менің пікірсайысқа деген отношением бойынша, мен үшін құнды болған, қазір енді бітіріп кеткеннен кейін кішкене достық, бір нәрсе деген нәрселердің барлығы күшті екендігін түсініп жатырмыз, но пікірсайыста жүрген процесте мен үшін маңызды болған ол ойын болған. Құнды ол ойын. Ойынның процесі, ойнауын и так далее. Өзіңіз ұтылған 5 спикер айтып бере аласыз? Топ 5. Ұтылған? Иә. Көп қой. Мен ұтылған спикерлер. Оңбай ұтылған. Жас болған кездерімізде шығар деп ойлаймын. Күшті ұтылған деп айтайын, есімде қалған деп. Нұрсұлтан мырзадан ұтылған, Нұрсұлтан Нұрсипаттан. Марғұлан мырзадан ұтылған. Нұртуған мырзадан ұтылған. Сосын Сағат мырзадан ұтылған. Кәдімгі күшті жеңген Сағат мырза. Тараздық. Айжан ханымнан ұтылған. Элдада. 5 болды. Көп, иә. Енді өзіңіз ұтқан 5 спикер болса? Мен ұтқан. Нұрсұлтан мырза, Нұрсұлтан Нұрсипат, Еркебұлан Әріпбай, Дастан мырза, ПДФ-та UAB-де. Сосын Айжан ханым Таразда Нұртуған мырзамен бірге ұтқанбыз АПФ. Сосын білмеймін, көп сияқты негізі турнирдің процесінде біз ұтқан и дальше кубок алған. Жақсы. Нұрдәулеттің өзін ұтқан. Жақсы. Бүгінгі таңда жалпы саясат деген ұғым бар, иә? Иә, бар. Ол не? Сіздің ойыңызша? Ол бар, ол андай прямой кәдімгідей ашық түрде жүзеге асады, и жабық түрде жүзеге асатын саясаттар да бар деп ойлаймын. Ашық түрде сол ясно, иә, ол барлығымызға түсінікті деп ойлаймын.
А вот жабық түрде жүретін саясат менің ойымша ол былай жүзеге асатын сияқты. Ол еще естественный нәрсе негізі, ол оны былай дұрыс емес деп те дұрыс деп те айта алмаймыз біз. Мысалы бір клуб бір ойында төреш болып отырған кезде, ойын егер 50-50 болатын болса, төреші өзі мықты спикер деп ойлайтын, либо кейін өткен кезде, келесі турларға өткен кезде жеңіске жетеді, осы команда деген сияқты командаларға жеңіс береді. Ол тоже мындай подпольно өзің сезбей қалған, өзің білмей қалып жасайтын саясат болады. Немесе сен өте мықты дебатер, өте мықты спикер деп есептейтін адам ойнап жатқан кезде, сен оны айтып жатқан сөздердің барлығын өте детальный тыңдауға тырысасың. И сол себепті сенің ол адамға жеңіс беру шансың да өте жоғары болады. Ол тоже неестественный, но по-любому ол бір әділетті, объективті төрешілік емес болады бәрібір ол жерде. И сол үшін ондай подпольный дей ма, либо жанама саясаттар тоже жүзеге асады деп ойлаймын. Ашық саясаттарға олар туралы ештеңе айта алмаймын. Өйткені олардың андай валмаларында жүрген жоқпын да, болып көрмедім. И сол үшін ашық түрде жүзеге асатын саясат ол былай деп нақты айта алмаймын. Саясат құрбаны болып көрдіңіз бе? Болған сияқты. Негізі барлық ұтылған кезеңдердің барлығында дебатерлардың барлығы айтады саясат деп. Сол үшін мен де солардың несіндемін, қатарында. Қазақ пікірсайысындағы топ 5 саясат жасайтын адам. Ол барлығында белгілі. Сол 5-тіктің барлығын бірге құрап, 5-тіктің барлығын бастап, соған нүкте қоятын, өзі айтып жүретін. Негізі мен олай деп қатты ойламаймын. Көп дәлелдері бар дейді ғой, технократтағы Мұқағали мырза. Өзі біледі деп па? Жақсы. Сіздің клубтан біздер жалпы Нұрдәулетті білеміз, сізді білеміз, Нұрханды білеміз, е? Жалпы республикаға танымал қазіргі таңдағы спикерлерден айтатын болсақ, болашақта осы адамдардың орнын кім басады деп ойлайсыз? Бізде жаңа сіз өзіңіз айтқандай Кенбай бар, Өзбекәлиев Кенбай, бізден кейінгі сразу буын Құлахмет Нұрдәулет, сосын Жансерік деген Мырзатай Жансерік, қыздар бар, одан кейін Бибінұр, Әшел деген сияқты. Одан кейінгі буындарда да бар. Бізде әрбір буындан бір определенный жақсы ойын көрсетіп жүрген, жақсы жетістікке жетіп жүрген спикерлер жетерлік. Қырмызы, Диана, Элиза деген қыздар бар, Дамир, Сұңғат деген қазіргі біздің 2-ші курстарымыз бар. Одан кейін жас буындар бар, өте жақсы жетістіктерге жетіп жүрген, Санжар, Дәулет. Негізі бізде спикерлер жетерлік. Бізден кейінде біздің орнымызды басып, жоғарғы орындарда жүретін, жетістіктерге жететін адамдар алтын сапада бар, жетерлік, и дальше продолжаться ете береді деп ойлаймын. Алтын сапаға кіру бойынша, алтын сапаға кіру үшін кастингтен өту керек, я? Иә. Ол кастинг деген нәрсе әділетсіз емес па, себебі тұйық адам болады деген сияқты. Қалай болады? Тұйық адамдар болады ол кастингке барған күннің өзінде де. Иә. Жоқ, біз оның барлығын ескереміз кастингте. Бізде ол сен өз-өзіңді көрсет, андай шоу жаса, бізді білмеймін, біздің алдымызда биле, ойна, күл деген нәрсе емес. Бізде ол жақта определенный негізгі всегда қойылатын сұрақтар бар. Одан кейін келген адамға байланысты, адамның қызығушылықтарына байланысты, адамның характеріне байланысты бізде оған да байланысты сұрақтар қойылады, чтобы тұйық адамды аша алатындай, ашуға оның талпынысы бар ма деген сияқты. Соның барлығы бізге дейінгі аға буындар айтқан болатын. Алтын сапада тек қана игроктар ғана емес, одан да бөлек адамдардың орны бар, және олардың орны тура игроктардың орнымен бірдей қатарлы деңгейде деп. То есть қаншалықты кубок алып жүрген адам құрметтелінсе, соншалықты кубок алмай, ойнамай жүрген адамдар да соншалықты деңгейде құрметтелуі мүмкін деген сөз. То есть біз алтын сапа тек қана пікірсайысшыларды ғана тәрбиелеп емес, бірінші курс университетке жаңадан келген студенттерге, жастарға бір орта қалыптастырып, олардың дамуына көмектесіп итермелейтін орта, отбасы деген сияқтыны қалыптастыруға тырысу үшін жасаймыз. Сол себепті ол тұйық адам болсын, ашық адам болсын,
оның барлығына алтын сапада орын бар, егер олар кастинг өтсе. Жақсы. Алтын сапаны 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін және 10 жылдан кейін қалай елестетесіз? Қарастырып берсеңіз. Елестету деп емес, мен сондай болғандығын қалаймын. Бізге дейін алтын сапа бірінші орында болған республика бойынша. Сосын біз 1-2 жылдай ол орыннан айырылып қалдық. Кейін қайтадан алып келдік ол орынға. Осы орыннан ешқашан түспегендігін қалаймын. И түспейтін не болады деп ойлаймын. Алтын сапа әрқашан бірінші, әрқашан үздік. Жазира Өмірзақ, Жазира Жөндербек кім мықты? Кім үздік? Айта алмаймын мен, өйткені мен андай ол кісімен жеке пересекаться етпеген мүлдем. Ойындарда, турнирларда, басқасында ойынында көрмедім. Сол үшін өзім білмейтін адам туралы андай вывод жасай алмаймын. Жақсы. Бүгінгі таңдағы Алматы пікірсайысындағы, яғни команда құр десе, 4 курстан неше кімдерді алатын едіңіз? Әр курстан бір адам болса. Әрбір курстан ба? Иә. 4-ші, ол дебат үшін команда ма, или просто команда? Иә, өзіңізге команда. 4-ші курстардан алатын едім Нұрханды. 3-ші курстардан, барлығы негізі алтын сапалықтар болатын сияқты ол командада. 3-ші курстардан, немесе 3-ші жылдықтардан ол Құлахмет Нұрдәулет, біздің алтын сапаның қазіргі координаторы. 2-ші жылдарда, 2-ші курстардан Қырмызы, тоже алтын сапалық қыздар. И жас буын 1-ші курстардан бізде Санжар деген жас буын бала бар, соны алатын едім. И олардың командасы үздік болады. Мынандай нәрсе ғой, бұрын дебат ойнаған, мысалы, Санжар, қателеспесем. Ақиқатта болды, Қырмызы Ақтөбенің спикері. Ақтөбенің мектеп лигасынан шыққан. Мектеп кезінде дебат ойнамаған спикер мен дебат ойнаған спикердің айырмашылығы қандай? Келген кездерінде сразу разницалар болады негізі олардың. Мектеп лигасында ойнап келген спикерлар өте көп ожиданиямен және өте сәл нормадан жоғарылау самооценкамен келеді всегда клубтарға келген кезде. Олар уже ойнап тастаған, олар уже көрген, и оларға уже көп нәрсе қызық емес болады. Мен АПФ-ті білем, БПФ ойнағам, мынандай жетістіктерім бар деген сияқты. И олардың басында информацияны қабылдау өте қиын болады өздері үшін. И басындағы олардың адаптациясы тоже қиынырақ болады, чем ойнамай келген балаларға қарағанда. И сол үшін 1-ші курстарында олар жанбай жатып өшіп қалады кішкене. И содан кейін барып кішкене студенттік лигаға кіріп, ол жақтағы атмосфераны түсінгеннен кейін бастап қайтадан көтеріледі. Сол үшін оларда сол келген кездерінде сондай разница болады. Ойындарына байланысты тоже разница болады. Мен ойымша мектеп лигасы мен студенттік лигада өте үлкен разница бар. И олар келген кезде байқалады бізге. Жақсы. Сізге келесі сұрақ мынадай. Жазира Бикештің осы күнге шейін айта алмаған әттеген айы бар ма? Пікірсайысқа қатысты ма? Иә. Ондай бар деп айта алмаймын. Негізі мені барлық нәрсе устраивать етеді осы күнге дейін болған нәрселердің барлығы. Өйткені мен ойымша ол нәрселердің барлығы болу керек болды. Сол себепті болды. Оларды өзгертудің қажет жоқ деп ойлаймын. Солай болып қалғандығы ол сол кезге үшін де, қазір үшін де жақсы болып қалады. Келесі нәрсе мынадай болады. Сізге 2 адамның атын айтып отырамын. Әр 2 спикердің атын айтып отырамын. Сіз біреуін таңдайсыз және неге екенін дәлелдейсіз. Жарайды. Нұртуған және Ахметжан. Нұртуған мырза. Жақсы. Айтпай ақ қойыңдар. Айтпай ақ қойыңыз оны. Нұрдәулет және Нұрхан. Нұрдәулет. Нұрдәулет, Неге? Біз жақсы командамыз. Жақсы
команда болып көп жетістіктерге жете алдық ойынға байланысты. Келесі жарылқасын сақтаған Архат Сәрсенбаев. Архат мырза. Неге? Біз ойнап көрдік, 2 турнирде ма, 3 турнирде, и жақсы команда болып алдық. Жарылқасын мырзамен бір рет ойнап көрдік, тоже ерекше де қойдым. Но жетістікке жете алмадық деп па, команда бола алмадық, сол себепті. Сізге жетістікке жету маңызды ма? Түпкі нәтиже? Дебатта, иә, жетістікке жету дегенде ұту мен үшін маңызды. Өйткені мен вообще менің турнирге келуімнің бүкіл себебім барлығы достар бір нәрседен бөлек, ол просто ойын, ойыннан удовольствие алып ойнау и плюс ұту. Ол маған андай күшті чувство береді. Маған шынымен маңызды жетістікке жету. Ол кубокта болуы мүмкін, ол басқа нәрсе. Келесі Нұрсұлтан Нұрсипат Әлібек Сандыбек. Нұрсұлтан Нұрсипат. Неге? Біз ол кісімен бірге ойнап көргенбіз. Еще ойнамағаннан бөлек негізі. Ол кісінің ойындары өте жақсы. Ол кісі өте жақсы қарсылас, өте приятный қарсылас. Қарсы ойнағанда ойын өте қызықты деңгейде болады. Андай ешқандай агрессиясыз, ешқандай білмеймін, бір қиын, күрделі болмайды да. Ойында әзіл, прикол барлығын айтып, өзіміз күшті бір андай деңгейде, левелда дейді ғой, өзіміз қарсы бірге ойнай аламыз ол кісімен бірге. Күшті қарсылас, и плюс ол кісі күшті әріптес. Өте жақсы лидер, барлығын түсіндіріп береді. И біз Асфендияровты бірге ойнап көргенбіз бірінші рет. И өте жақсы тим болдық деп айта аламын. Бір ситуациялар болып қалды Асфендияровта енді негізі, бірақ өте қатты ұнаған Асфендияровта бірге ойнау. Қандай ситуация? Ашып айтып берсеңіз. Біз бірде төрт жазылып қалдық ол кісімен бірге. И өте бір неприятный ойын болды. И сол ойында біз ұтылдық. И сол ұтылғанға дейінгі нәрселердің барлығы күшті болды. Ұтылғанға кейін 1-2 сағат онша емес болды, кейін жақсы болып кетті барлығы. Нәр Қайратқызы деген танисыз? Иә. Нәр Қайратқызы және Бинұр Ахатқызы, иә, қателеспесем. Қайсысы? Иә. Қайсысы? Бинұр. Неге? Иә. Негізі, егер байқасаңыздар, мен инстаграмда бар, Бинұр, ол мен үшін ең жақын адамдардың бірі. Ең жақын адамдардың бірі. Ал ойын дәрежесіне байланысты айтатын болса? Ойын дәрежесі бойынша да Бинұр деп ойлаймын. Ол өте жақсы спикер. Мектеп лигасынан кейін келіп, жақсы жетістіктерге жете алды. Алматыда, басқа региондарда тоже. Жақсы. Зиялы деген фракция бар, қателеспесем, сіздің клубта. Өзбекәлиев Кенбай, Құлахмет Надәулет. Екеуінің біреуі ма? Иә. Кенбай. Кенбай. Неге? Негізі олардың барлығы маған өте жақын. Бірінші жас буындарымыз ғой, олардың буындары біз үшін. Біз оларды өзіміз жас буын болып үйреттік. И біздің отношениямыз олармен өте тесный. Кенбаймен вообще өте қатты тесный менде. Ол мен інім сияқты, өзімнің туған інім сияқты. Жетістік жөнінен айтатын болсын. Жетістік жағынан кімдікі жоғары? Надәулетте ма, Кенбайда ма? Негізі екеуі команда ғой. Екеуі бірге болса, жетістіктері көбірек болады негізі олардың, чем бөлек жүргендеріне қарағанда. Екеуі бірге, олар тең жетістік. Жақсы. Келесі Мұхаммед Диас Еркебұлан Сейітқұлов. Диас мырза. Диас мырза, иә. Дастан Аққожа Надәулет Жұмабай. Дастан Аққожа? Неге? Бірге ойнағасын ба? Бірге ойнаған соңда, и негізі
ойындары бойынша да, жалпы адам ретінде де барлық спектрларда Дастан Мырза. Дастан Мырза жоғары. Мен үшін. Келесі Ағайдар Бағила, Алмабек. Ағайдар Бағила, Іңкәр Алмабек. Негізі ол кісілермен қатты нем жоқ. Пересекация етпегенбіз өте қатты. Сол үшін жекелей қатты танымаймын, но негізі Іңкәр ханым. Іңкәр ханым. Еркінбек Ерғанат және Нұрмұхамед Маманов. Ерғанат деп. Ерғанат. Қазіргі таңда Алматының жетістікке жетуіне қайсысы больше жұмыс жасап жатыр? Нұрмұхамед пен Ерғанаттың арасында ма? Мен ойымша біреуі деп айта алмаймын. Өте жақсы, екеуі де өз клубтарымен де өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Басқа клубтармен қарым-қатынастарында да өте жақсы деп ойлаймын. Біздің буындағы ұлдардың барлығы, біздің буындағы ойыншылардың барлығы, қыздардың да барлығы каждыйның үлесі бар деп ойлаймын. Бүкіл Алматының бір нәрсесінің деңгейі де бір нәрсесін қалыптастыруға. Жақсы, Сабина и Мадина. Өзіңіздің жас болуыңызды. Қалай дейсіз? Сабина и Мадина. Қайсысын таңдайсыз? Мен таңдай. Екеуін де таңдаймын. Екеуін бөлек таңдай алмаймын. Өйткені екеуінің деңгейі мен үшін бірдей өте жоғары. Жақсы. Іңкәров Ерғали, Дүйсенбек Қуаныш, Бек, қателеспесем. Қайсысы? Ерғали, егер екеуінен таңдау керек болса. Өйткені негізі Ерғали менің өте жақсы досым. Мынандай нәрсемен келтірді, үмітін жоғалтқан жан, ешқашан үміттеніп көрмеген жан. Келісе алмайтын сияқтымын, өйткені үмітіңді үміттеніп, үмітіңе жете алмаған кезде, жоғалтқан кезде, то есть сол кезде сен үмітсіз болатын сияқтысың. То есть, короче, сен үміттенесің, содан кейін барып, ол провал болғаннан кейінгі болатын состояние. Сіздер Нұрдәулет екеуіңіз бағындырғыңыз келетін өнер бар ма? Жеңгіңіз келетін. Бірге біз алуымыз керек деп есептеген турнир Тео и Тарсугап болған негізі. Осы жылы карантин болмағанда қатысамыз деп шешкен. Қазіргі кезде аймақаралық достықты қалай дамытуға болады? Мен негізі осындай взаимоотношения клуб емес қалалардың, одан кейін АПФ форматтың деңгейі, предмет дебатов, бір нәрсе дегендерге өте қатты көп қызықпаймын. Мен үшін маңызды емес. Главное, ойнасам, и ойын болып жатса, сол негізі жеткілікті. Но бірақ егер взаимоотношенияны тудыруымыз керек деп айтатын болсақ, онда просто интеграция сияқты. Әрбір аймақтар бір аймақтарға келіп ойнап көру керек. Бір ғана турнир емес, ол бір 5-6 турнир болу керек. Қатарынан болсын, либо жылына болсын, міндеттеліп барып ойнайтын. Сол кезде пікірсайысшылар бір-бірін танитын болады, бір-бірінің ойындарын көретін болады, и аймақтарда мына аймақ мынандай деген сияқты мнениялар стереотипный. Олар бұзылады, когда біз ол адамдарды көрген кезде. Өйткені жас буындарға көбінде көп клубтар, барлық клубтар дейікші, өздері жас буындарына үйреткен кезде басында бүкіл барлық информацияны басында келген кезде құйып тастағысы келеді. И сол кезде ондай аймақтар туралы әңгімелер болады. Ой, мына аймақ мынандай деген сияқты. И жас буындарда сондай мнение қалыптасып кетеді, даже ол аймақтың адамдарын көрмесе де, ойындарын білмесе де, и солай просто мышление қалыптасып кетеді. И сол мышлениені бұзу үшін барлығымыздағы біздердегі де даже солардың барлығын бұзу үшін біз
5 турнир бойы оларды көруіміз керек, олар 5 турнир бойы бізді көру керек. Сонда кішкене бір нәрсе өзгеретін сияқты. Жақсы. Сіз тек оңтүстікте ғана ойнағансыз, иә? Қателеспесем. Батысқа, солтүстікке, шығысқа жорық жасауға ойыңыз бар ма? Қазір жоқ енді. Бұрында негізі болған. Астанада көшпенділер көкжиегінің турниріне барып көргім келген. Но 2 жыл қатардан дәл сол турнирмен қатар бір турнир болып қалды. Сол себепті бара алмай қалдық. Ал басқа аймақтарға қазір баруға ешқандай жыл. Вообще қазір негізі басқа аймақтар тұрмақ, кәдімгі турнирлерге қатысуға қатты ниетті емеспін. Ақтөбеге келгіңіз келе ме? Бұрында немесе қазір? Иә, барып көргім келеді. Турнирге қатысып көргім келеді, егер мен бір 3-ші курс 4-ші курс болсам. Негізі барғым келеді, барып көргім келеді. Батыстың барлық қалаларын аралап көргім келеді. Ақтау, Ақтөбе, Атырау. Батыстан кімді танисыз? Нұркен, Жәкен Нұркен. Ол алматылық алтын сапалық болып есептеледі, почти. Егіз сояқта, сол жақта да. Егізінен бөлек, біз ол келген кезде жақсы достасып кеттік барлығымыз. Ол алтын сапалық болып почти жүрді Алматыда. Біз оны солай қабылдаймыз, алтын сапалық деп. Одан кейін Айсұлтан. Біз Түркістанда қарсы ойнағанбыз, кейін ол Алматыға келіп ойнады бізде. Сосын Нұрсұлтан бар, ол бізде алтын сапада болды. Сосын қазір қайтадан Батыста, ол Ақиқат деген клубта ойнады ғой деп. Қателеспесем Оралда. Сосын Исламбек пен Темірлан деген балаларды танимын. Мектеп лигасында ойнаған. Қазір ТВ-да болды ойым олар. Сосын қайтадан Батысқа кетті ма, солай. Басқа рибачыларды көп танымаймын. Батыстан шығып ойнап жүрді. Жалпы сәт көзге Ақтөбе пікірсайысы сіздің ойыңызша қалай көрінеді? Негізі мен келген кездегі мен қазіргі Ақтөбенің пікірсайыс культурасы өзгерген сияқты. Өйткені біз келген кезде, жас болып келген кезде, бірандай қырылыстар болып жатыр ғой. Сол моментте біз басында түсінбегенбіз, не болып жатыр деген сияқты. Микстейпта всегда Ақтөбеге қатысты бір комментарийлар, посттар, сосын неше түрлі Ақтөбеге қатысты іс-әрекеттер, сондайлар өте көп болып жатты. Одан кейін ол нәрселердің барлығы біз ол кезде мен үшін ол Ақтөбенің культурасы радикален сияқты болып көрінді. Сол кездегісі. Біз солай көрдік алматылықтар, Алматының көзқарасы бойынша. Ал қазір Ақтөбе более интеграцияға, басқа қалалармен байланысқа өте ашық қала сияқты болып көрініп жатыр. Өткен даже осындай сіздердің интервью жасап жатқандарыңыздың өзі, немесе ақтөбеліктердің басқа региондарға, Алматыға, оңтүстікке келіп ойнауларының өзі, ол олардың басқа региондарды көргісі келгендігі, то есть байланыс орнатқысы келгендігі, өздерін жан-жақты тек батыста ғана емес, жан-жақты дамытуға тырысып жатқан қаланың пікірсайысшылары немесе қаланың культурасы деп ойлаймын. Ақтөбеде сондай. Ақтөбе сондай, иә. Жаңа дамуға ұмтылып жатқан ашық. Сізге енді осы сұхбатта келесі кімді көргіңіз келеді негізі? Нұрханды.
Сәкен Нұрханды. Мынандай нәрсе болсыншы, әр аймақтан айтып бере аласыз, оңтүстіктен мына спикерлерді көргім келеді. Нұрханды Алматыдан, Тараздық Сағат Мырзаны. Сосын Шымкенттен Алтынай, Жолдай Алтынай, Аю мен Қонжық фракциясының спикері. Сосын Астанадан Шыңғыс Айдынов. Басқа аймақтардың пікірсайысшыларын көп танымаймын. Батыстан енді өздеріңіз мен танитын аймақтардан осы кісілермен сұхбат қызық болады деп ойлаймын. Алматының әр клубына айта аласыз? Алматының әрбір клубынан бір адам ба? Иә. Біздің клубтан жаңа Нұрханды айттым. АОС-тен Рамазан деген АОС-тің координаторы бар, 3-ші курс оқитын бала. Қазіргі 3-ші курстардың жақсы көзге түсіп жүргендердің ішінен. Одан кейін технократта Әсел деген қыз бар. Сақып Жамал деген лақабаты бар деп бар. Сол қызбен қызық болатын сияқты сұхбат. UAB-ден Асылхан Мырза бар, UAB-лік. Андашев. Сұхбат өте қызық болады деп ойлаймын. Мен сұхбат болса бірінші көрермен болып отырамын деп ойлаймын. Тұраннан Ерғалимен сұхбат болса қызық болатын сияқты. Оған прикол айтуға. Қандай көптер бар? Теолог Әлішер Жұмабаймен сұхбат қызық болады деп ойлаймын. Олардың осының алдындағы координаторлар. СДУ-дан Әсет, Оразғали Әсет. Сонымен жақсы сұхбат болады деп ойлаймын. Сосын Атамекенне Райзира деген Атамекен пікірсайысшы қызы бар, 3-ші курс. Атудан кімді айта аласыз? Атудан Абдымажид деген бала бар, 2-ші курс оқиды ғой деймін. Сол баламен де сұхбат қызығырақ болады деп ойлаймын. Болды ғой. Жақсы. Неге Нұрсұлтан Насипатты Өмірзақ Нұрдәулетті айтқан жоқсыз? Мен үшін қызық сұхбат қой ол. Ол кісілер туралы, Нұрдәулет туралы мен өте жақсы білем. Сол үшін оның жауаптарында примерно білем деп ойлаймын сұрақтарға. Нұрсұлтан Мырзамен алдында сұхбат болып қойды ғой. Басқа Аружан деген UAB-лік қыз Нұрсұлтан Мырзамен сұхбат жасады. Сол үшін ол кісімен уже интервью болып қойды. Нұрдәулетпен ответтерін, примерно ответтерін білгендіктен қатты Нұрханға қарағанда қызық интервью болады деп ойламаймын. Жақсы. Осы жобаға енді өзіңіздің бір айтар пікіріңіз или тілегіңіз болса? Өте жақсы жоба деп ойлаймын. Ол қызық болды негізі, өйткені батыстан Алматыға, батыстан оңтүстікке қарай бір леп ба, жел ба, сондай сияқтының негізгі итермелеушісі болды деп ойлаймын. Осы интервьюлар болып жатыр деп ойлаймын. Осының алдында сіздерде кіммен, Ерғанатпен, Жібекпен болды ғой. Сол себепті. Сол үшін сіздердің осы жобаларыңыз өте үлкен дәрежеге жетіп, дальше карантин біткен күннің өзінде де
өте қызықты сұхбаттарды именно пікірсайысшылармен жасап, жас буындарға қызықты сұрақтарға, жас буындарға қызықты сұрақтардың жауаптарын пікірсайысшылардан ала алатын деңгейдегі өте үлкен қозғалыс болғандығын тілер едім сіздер үшін. И сіздер үшін де бір пайдасын алып келе алатын бір платформа дүние қалыптасқандығын тілеймін. Сұхбаттан не жетіскен жоқ? Сіздің ойыңызша, сіз күткен нәрсе және болған нәрсе? Негізі мен күткен нәрсе болды. Негізі мен жаңа айттым ғой, адамдарға сенуім өте қиын деген деп. Сол себепті былай вообще сұхбат беру мен үшін бұл деген менің зона комфортымнан шығу деген сөз болған негізі. И мен зона комфортымнан шыққанда өзімді некомфортно өзіме сезінемін деп ойладым. Но менің ожиданием сол болған, негізі жаман ожидание болған. Негізі жаман ожиданием болған жоқ. Өйткені зона комфортымнан шықсам да мен үшін нормально екен ол. И мен өзімді онша емес, некомфортно, ыңғайсыз сезінген жоқпын. Сол себепті бір нәрсе жетіспеді деп айта алатындағыдай бір нүктелер жоқ. Өйткені өте көп интервью беріп, бұндай сұхбаттар көп жасайтын адам емеспін. Сол үшін мен үшін жақсы. Алғашқы сұрақ па? Алғашқы сұхбат па сіз үшін бұл? Мындай, вот прямой эфирде осылай жасалынған мен үшін алғашқы сұхбат. Сол үшін айттым ғой, ол менің бір зона комфортынан шығу болды. Вообще былай адамдармен видеоға түсіп сөйлесу деген сияқты. Өйткені былай просто видеоға түсіруде өзімді либо солай нәрселерді өте онша қатты ұната бермеймін. Сол үшін бұл алғашқы сұхбат болды. И ол жақсы болды деп айта аламын. Жақсы, рахмет. Сіз айтқан спикерлерді шақыруға тырысамыз. И өзіңізге жіберуге тырысамыз сол нәрсе болатындығын. Сізге рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыз. Сау болыңыз.